ожидаем реалист деймін қалай. Сен ойыншы шығып жатыр ма? Жетпейді қазіргі командаларға. Именно осы алған кезде. Жас командаға айтарым. Негізі абыройды жүрген үш жігіт қой. Жартылай финалда түсіп кеттік. Жастар атак болғандай. Подставной емес, если что. Басқа адамдар жаман ойлап қалмаса деп ойлады. Бұлар неге тікелей деген сияқты, бірақ Өнер орталығында біздің әзіл кеш концертіміз бар. Сәлем құрметті достар, маусымашар 2026 жалғасады. Көңіл күйім өте керемет, барлығында солай деп ойлаймын. Бүгін жоғары лига жайдарман топқа үміткер командаларға екінші тур редакторлық жұмыстар басталды. Қазір барып қайтайық. Не болып жатқанын бірге тамашалайық. Кеттік достар. Міне бастадық. Алдарыңызда міне. Ембі құрамасы. Қалайсыздар? Бәр осында ма состав? Келіңіздер, е. Почти осында. Нешінші маусымашар? Содан бастайықшы. Банальный сұрақ қой. Ембі құрамасының мынау 4-ші маусымашар. 3 жыл премьерка. Биыл 5 шығар алғаса. Бұйырса, е. Командалық стиль қай ойыннан бастап қалыптасты? 2024 чемпиондар лигасынан басталды. Командада негізі бүкіл осы өнерде жүрген азаматтар ма әлде қалай? Өнерде жүр, біреу донерде бар. Профилис жасайды, мұғалім бар, театр актері бар, Икизу сатира театрының актері бар, бәрі бар ғой? Иә. Құралды ғой, жақтан. Икизуде өзің ғана, е? Икизуде өзім. Қалған жігіттер сіздер? Бұлар Тюрюш театрына кіреді. Көп па театр. Сосын командада андай көп необычный образдарды сіз ойнайсыз. Есіміңіз? Есімім Али Сұлтанбат. Сәлем. Мұғалімсіз ба? Жоқ, студентпін. Серьезно? 2006 Иә, 2006-мын мен, иә. Сен? 2002. Бір бастауыш кішкентай ғой менен. Ең үлкен сен ғой да? Ең үлкен мен. Ең Кәрі көрген ба? Сен 2002, сіз 2002 ойнайсыздар. Так, автор өздеріңіз жазасыздар да? Өзіміз жазамыз. Бәрін өзіміз жазамыз. Ондай хат. Биылға енді өткенде көрдік, бірінші турда өте жақсы, өте керемет, кәдімгі опыттарың көрініп тұр, сахнада кәдімгі еркін, иә. Сосын енді барлығы прикол ұстап отыр, 200 деп ол негізі қанша уақыт болды жұмыс істеп жатқаныңыз? Бір ай болды ғой. Бір ай болды. Тек бір ай ма? Сосын ғой ұстап жатқан, бұрыннан істеп жатсам прикол ұстамайтын еді ғой. Сосын кіріп кеткен, айтып олар күтпей қалды мені, өйтіп кіреді деп ше. Икизу бұйырса қайтып оралады ағайды. Республика сарайына қайтып оралады ол. Дудуманды ұтамыз, Дудуманды. Оған дейін қайда жұмыс істеп едің? Оған дейін колледжде, мектепте мұғалім болдым. Әдебиет пәнін Болды, сәттілік бұйырса жайдарман топта күтеміз. Бірінші сұхбат жайдарманға беріп жатқан. Міне, екінші тур болып жатыр. Сахнада Сует құрамасы өткенде бұл қыздар өте қатты ойнаған, қатты күлдірді. Міне достар, алдарыңызда енді жаңа абыройдағы Нұрғанатпен сөйлестік. Кесер адынай. Негізі абыройды қылып жүрген үш жігіт қой. Үшеуі биыл жазып, кеше бірінші тур күшті ойнады. Қалай болып жатыр? Барлығы күшті, керемет, жақсы болып жатыр. Бүгін енді Құдай қаласа екінші тур, енді өтіп болса қарай абырой вышкада. Құдай қаласа оралды, иә. Болды бұйырса. Міне алдарыңызда Нұр Зайсан алдыңғы жылғы ұлттық лигада Жартылай финалда түсіп кеттік. жартылай финал. Әдем ойнадыңдар. Осы команда қай жылы құрылды? 2 жыл болды ғой, не шамасы. Басында Тоғыл болдық, одан былтыр Зайсан болып келдік. Тоғыл деген команда. Зайсан көлінің жағасында кент бар. Біз Зайсан ауданынан құралған баламыз. Өскемен қаласының чемпионы, Семейдегі Ертіс Наматтың вице-чемпиондар. Негізі сен өзің голдта ойнағансың. Бұлай өзің команда ашып, осы сәтті шыққан сияқты негізі. Иә, сәтті шығып тұр бұйырса. Сен қай команда жүрсің кез? Нұрзайзанда осы. Оның алдында бір командада болмасың. Алдында Көпөктіде болған мен. Болды. Негізі командада автор бар ма, өздерің ба? Жоқ, автор өзіміз, бірақ ағаларымыз бар қолдайтын. Тексертіп алатын, мынау дұрыс, мынау қате деп жол көрсететін, айтып жасай. Командада ең үлкені? Ең үлкені Ернар Сейітқамза деген. Обала келген жоқ. Кішкентайы Әмір. Сіз ең кішкентайсыз, а? Сіз қай жылысыз? 2006. 2006. Сіз? 2006. Неге мына кісіні айтпайсыздар кішкентай деп? Айы бойынша ма? Болды. Міне енді сіздердің алдарыңызда осы жайдарман тарихында реквизит пен әзілді ұштастыра білген семейлік смарт.
2017-те құрылды. Бизнес колледжде оқығанбыз Семейде. Сол жерде құрылды. Бұл жерде құрамда тек мен ғана қалдым ғой. Қалған бәрі Семейдің тусасы ғой. Өзіміз аралас жүрген балалар бәріміз жиналып. Сол Смарт деген атпен жүрміз қазір. Мынау Смарттың 3-ші маусымы. 2019-дан кейін 24-те келдік. 2019-да келдік. Одан паузамен 24-те келдік. 24-те келіп, ұлттық лига міне қайтадан келіп тұрып қойды. 25. 3-ші маусымымыз ғой жалпы айтқанда. Ең бір қызықты сұрақ сол реквизиттарға кім жауап береді және соларды кім тасып алып келеді. Мысалы жаңағыдай шкаф болды, холодильниктер болса, сендер енді явно оған машина жалдайсыңдар, газель, иә. Соның барлығына кім жауап береді? И оны табу ерте қиналып қаламыз деп ойламайсыңдар ма? Жоқ, мына бала жауап береді. Полный. Газель бар. Ақшасын бәрі осы да, біздің команданың ақшасы бәрі. Осы жігіт жауап береді. Чупа деген жігіт. Мысалы Астанадан жаңағыдай енді сендер явно енді шкафтарды ар жақтан алып келмейсіңдер ғой. Астанадан оларды қайдан табасыңдар? Жоқ, ар жақтан алып келеміз. Қайдан? Газельмен Семейден. Серьезно? Честно. Иә. Өзіміз жасаймыз. Мебельмен айналысамыз біз командамен, состав полный. Мебельмен команда толығымен мебельмен айналысады. Реквизиттің барлығын өздері алдын ала ойлап тауып, жазып, соны жасап, иә, арнайы, сеніп тұрмын, арнайы Семейден өздері газельмен әкеледі екен. Міне, недеге дейін бек. Енді биылғы маусымда? Құдай ғой, мебельшікпіз бәріміз. Болды, рахмет жігіттер от души. Алдарыңызда Шымкенттік мадемуазель командасы. Так, маусым құтты болсын. Нешінші маусым ашар? 4-ші жыл. Осы командамен. Осы мадемуазель болып 4-ші жыл маусымдамыз. Андай подряд айтып берсеңіз, қай лигаларда ойнадыңыздар? Бірінші Номад лигаға бардық. Сосын премьер лига. Ол де премьер лига, ұлттық лига бөлек еді. Премьер лига, сосын ұлттық лига. Алдыңыз ұлттық лига, иә? Ұлттық лигаға бардық, иә. Сосын қандайға бардық? Ұлттық лигада болдық, болды. Болды ма? Иә. Бірінші турда енді ойнадыңдар ма? Ау? Бірінші тур ойнадыңдар ма? Иә. Қалай болды? Күшті, бірақ біздің ойдағыдай емес. Өзіміз ойдағыдай ойнап шықпадық. Екінші турға дайындық қалай? Өте күшті. Командада барлығы Шымкенттің қыздар ма? Иә. Жоқ, бізде бір семейлік қыз бар. Кім семей? Ортада тұратын капитанымыз. Енді бұйырса қандай настрой? Ұлттық топ деген сияқты. Енді жауап берсін. Бұйыртқаны ғой Аллаға. Бұйыртқаны ғой, бірақ енді өздерің іштей қалай сезіп тұрсыңдар? Жерде бағымыз жанып кетеді, сол жаққа барамыз ғой. Командада әзілдерді кім жасады? Автор кім? Өзіміз бәріміз бірге жазамыз. Кәдімгі қыздар болып жазасыңдар ма? Өзіміз 5 қыз болып бірге жазамыз. Қайда жұмыс істейсіңдер, оқу? Оқудамыз, қазір 4-ші курспыз. Бәрің бір курста ма? Бір мамандық, бір курс, өнер жолындамыз. Все, рахмет, сәттілік болсын ендеше. Рахмет. Бұйырса топта ойнаңыздар. Айтпақшы міне, құрметті достар, осы Жайдарманда команданың 90%-ын құрайтын команда етіп. Осы яғни таперлар. Тапер яғни әуенмен әрлеуші. Бұл азаматтардың жұмысын бағалау керек деп ойлаймын. Міне мысалы біздің Абырой құрамасының әуенмен әрлеушісі Мәрлен ұлдарыңыз алдарыңызда. Былай енді командасына бірдеңелер музыкаларды дайындап жатыр екен. Соны бір ауыз сіздерге айта салайын дегем. Атак болғандай подставной емес, если что. Жолда көріп қалдық. Қазір енді бізде екінші тур жоғарғы лигаға үміткер 44 ба сондай командамен бізде осы редакторлық жұмыстар өтуде. Қазір сол командалардың негізі көбісін таппай жүрміз. Мне кажется, көп командалар әлі дайындалып жатқан сияқты. Осы жастар сарайының қуыс-қуыстарында. Өзіме де қызық болып тұр. Мысалға міне ар жақта бір команда дайындалып жатқан сияқты. Бір барып қайтайық. Жүріңіздер, кеттік. Өзіміздің астаналық Сейфуллин командасы дайындалып жатыр екен. Жігіттер кәдімгідей ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Кәдімгі өскен формаларды айтып тұр ғой, міне, иә, былай. Өзімізге лайықты лигаға дайынбыз деп тұр жігіттер. Күнделікке Жайдарманның, иә. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Өте жақсы көңіл күйіміз. Маусым қалай басталып жатыр? Биылғы фестиваль сезініп жатырсыздар ма? Әрине, әр жыл сайын біз фестивальді өте қатты сезінеміз. Фестиваль ол бір жайдарманшылардың рухани азығы деп айтсақ болады қазіргі уақытта. Әрине, өте керемет. Мен сіздің жауабыңызға қанағаттандым. Сіз жатам. Есімім Есберген. Өткенде ойыннан кейін неге андай көңіл күйің түсіп, шамалы бұлданып жүрдіңіз? Біз нон-стопта ойнадық өмірімізде бірінші рет. Бізге ауыр болды.
сол кішкене ана айтқандай рухани азықты соңына дейін ала алмай қалып тұрық қой. Вот сол рухани азық жетіспегендіктен көңіл күй түсіп қалады да. Негізі мен ойлаймын, сендер чемпиондар лигасында ойнау керек еді лучше, иә? Олай емес па? Білмедім енді ол жағын. Видео үшкеннен кейін айтайық десек. Командада жалпы спонсор бар ма? Жоқ қой. Команданың рухани азығы жоқ. Рухани азық. Рухани азығы жоқ. Біз құрметті Астана қаласындағы мен деген бизнесмендер осындай жалындап тұрған жас командаларды неге қолдамасқа? Неге рухани азықтандырмасқа? Иә, біздер Сейфуллин құрамасы ашпа ойнағанды ұнатамыз Жайдарманда. Не мысалы дейміз. Дұрыс. Бүгін ойнайсыңдар ма? Бүгін ойнаймыз, Құдай қаласа. Біз обедте шығамыз бұйырса. Болды, сәттілік. Давайте. Аллаға тағы қош келдіңіз, фестиваль құтты болсын. Көңіл күйіңіз қалай, нешінші маусымашар жалпы? Өзіңіздің тілегіңізді білдіріп, еркін форматта. Так, бұл 19-ші маусымашар өнінде. 2007-тен бастап келіп отырмын. Маусым құтты болсын. Әрине енді өзіміздің қатарларымызды көрім аз болғаннан кейін сәл-пәл өзіміздің вайпта жүрген жоқпыз. Соны айтам, биыл шынымен де андай ардагер жайдарманшылар аз жүр, иә? Неге олай екен? Ардагер жайдарманшылар аз жүр, ардагер жайдарманшылар ойнап айырып отыр кәдімгідей. Иә. Оралып, бірақ енді сонда туса деген нәрсе бар ғой. Біздің кезімізде туса деген нәрсе бар. Сол нәрсе жетпей жатыр да. Жан-жаққа қараймыз, бір нәрсе жетпей жатқан сияқты, бірақ командалар енді біздің қазір мақсат жастар шығару ғой, сол мақсатпен келдік. Солармен алданып жүрміз. Биыл қалай команда алып келдіңіз ба фестивальге? Иә, жылда команда алып келемін, осы Арал қаласынан оқушылар бірыңғай. Бұйырса келесі жылы бірнеше команда алып келемін дегеніме 10 жылдан асып кетті. Бір командамен келе жатырмыз әлгі. Өздері, мысалы, өзіне фестиваль, нешінші фестиваль сенде? Мен енді 6-шы. Ойнадың ба, ойнайсың ба? Біз шабытпа ойнадық 23-ке дейін. Одан кейін 2 жыл шіріп жүрдік. Отбордан өтпедік, ұлттықта ойнадық. Ожидаем реалист деймі қалай? Сенің ойыншы шығып жатыр ма? Жетпейді қазіргі командаларға. Именно осы алған кезде. Жас командаларға айтарым. Рахмет сізге. Достар, міне алдымызда тағы да екінші рет Ардеке, Ардаш братан деп айтамыз өзіміз. Осы Алматыдан Алатау СЮ Сатпаев университетінен шыққан бүкіл командалардың жетекшілік етеді деп айтсақ. Мықты мына кісі, шәкірттер көп, командалар айырып жатыр қазір. Енді сұрақ сіздерді енді бүкіл қазақ ел біледі енді. Россияда жүрсіздер, фестивальге барып келдіңіздер. Жалпы осы Қазақстан мен Россияның бір кішігірім КВН жағынан айырмашылығын айта өтсеңіз. Негізі бүкіл қазақ ел біледі емес, негізі туса біледі ғой енді ойнап жүргенімізді. Бірақ айтатындай айырмашылық қатты жоқ. Мысалы, биыл Ресейде 600 команда тіркелді да, бірақ Ресей елінің халық санын есептесең 600 команда аз негізі. Ал Қазақстанның халық санын есептегенде бізде 300 команда тіркелді ғой. Демек бізде жайдарман юмор жағы көбірек дамыған деп айтуға болатын сияқты. Біздегі ынталы жастар көбірек болып тұр ғой. Әзілдеймін деген. Сондай. Ал былай дайындық тұрғыдан келгенде біздің балдар более артистичный деймін, более актерлықшы мықты, импровизацияға мықтырақ. Ол жақта дисциплина қаттырақ болса, біздің балдардың сахнада өртенбеуі қаттырақ. Сол деп ойлаймын. Енді құтты болсын айтпақшы. Проект СЮ тікелей жолдама. Бұл енді сіздің еңбегіңіз деп ойлаймыз. Енді сұрақ. Соңғы рет командаға қашан ұрыстыңыз? Ренжіп андай қазір жындан. 17 сағат бұрын. 17 сағат бұрын? Иә, кеше. Неге? Ол дайындық барысындағы жұмыстың өзінің сондай моменттері ғой ол. Балдар оған ренжімейді. Ол жұмыс бабы деп түсінеді. Дайындық бәрі біткеннен кейін біз бәріміз доспыз. Болды, Ардеке, рахмет уақытыңыз бөлгеніңізге. Сіздерге рахмет. Ал достар, міне қазір бізде Аралас жайдарман тобының капитаны Тау ағамыз. Братан, Тоша братан қазір шығады. Овация кетка. Давай, міне. В общем, достар, міне Асик құтты болсын, прямой вышка. Енді лайықсыңдар ғой, енді өту керек командасындар.
Жалпы сіздер негізі екінші турда ойнаймыз деп ойладың ба? Жалпы екінші турда негізі ойнаймыз деп ойладық. Сондай оймен келдік. Бірақ енді редакторлардың шешімі болды. Қуандыңдар. Тікелей деген жоқ, қуандық. Конечно, қуанасың ғой. Тек басқа адамдар жаман ойлап қалмаса деп ойладық. Бұлар неге тікелей деген сияқты. Бірақ былай өзіміз қуандық енді. Ну енді Жайдарманды үзбей қарап жүрген болса, олар олай ойламайды деп ойлаймын. Ну енді схемасын біледі ғой айтқан кезде. Олай ойламаса жақсы. Бізді алдыңдар деп ешкім ештеңе айтпады. Бізді солай алдық. Құтты болсын. Сендер қатты ашылып алыпсыңдар. Солай ма? Ертең көреміз, 15-дегі ойында көреміз. Европоясында қайтадан келді, қайтадан айырып жатыр жігіттер, молодцы. 15 ойнайсыңдар ма? Ойнамайсыңдар деп айтты. Жоқ, 15 ойнамайсыңдар, Еді ұрысық ба зеге. Айтпақшы, сен өткенде бір ойында айттың ғой, мен командаға алдым деп ше осы братты. Шынымен де құда балам ба или сценарий ма? Бұл жігіт біздер Дежавю дейтін команда 2015-те құрылғанбыз. Колледжде оқып жүрген кезімізде 2015-те құрылғанбыз. Сол составтан тек екеуміз ғана бармыз. Ол әлі күнге ойнап кетір сол составтан. Жалғыз өзі. Екеуміз ғана қалдық. Қалған бәрі жолдан қосылған балалар жаңадан. Бірақ кейін қосылды, Басынан бастап жүр ма? Бірде-бір ойын жібермеген. Ол сөйлемейді, поэтому бәрі ойлайды, ойын новойдан қосылды деп. Бірақ баяғыдан 2015-тен бері ойнайды. Осы залда отырған ең көп ойнаған осы бола. Что енді, что? Халықта біліп жүрсін деп айтып сұрап жатқаным ғой. Атыңыз кім болады? Мерей болады дейсің. Мерей брат, Дежавю, Асикпен бірге, колледж кезінен бірге келе жатыр екен. Все, равно сәттілік. Қарапайым, но не қарапайым стиль 11 демек ордалық ағай. Менің стилім маралым, стилім қазалы. Ей ақұдай, сексеуілден жақындарым бізді бақылайды. Мен стилім жалағаш, сенен бай көрінем тұрсам да жаланаш. Міне бізде залда полный Қазақстан түкпір-түкпірінен келген барлық жайдарманшыларға осындай әдемі сертификаттар тапсырып жатыр. Қорқыт жайдарман тобы, ағалар қош келдіңіздер. Ең алғашқы маусым ашарыңыз, мысалы? 2007 ғой. 2008? Содан бері үзбей фестивальдер дейсіз ба? Значит, сонда 10-нан асып кетті уже? Жоқ, ортасында біз 1-2 жыл келмей қалдық. Өйткені демалдық, үйтіп, жұмыстарымыз бар. Былай сағынып келіміміз осы екінші рет, алдында бір келім, осы бірінші. Енді сұрақ осы Қызылордадағы ойын туралы. Сіздер оттыңыздар ғой, да? Гранд финал. Қорқыт сборный Астанаға келіп, арнайы жобаларға шақырса ойнайсыздар ма? Әрине ойнаймыз. Полный состав ойнауға болады. Енді ол даже ұсыныс болды, по-моему. Шымкентте өткен ойында біздің жігіттер барды, Асылхан Құттайбайлар сол кезде Еснаға бір Асикке жаңағы сондай болды, сондай әңгіме. Одан кейін Асик бізге чатқа жазды. Алдағы уақытта жаңағы июньде, маусым айында өтетін Жайдарманның туған күні ең басты жобалардың бірі Алматыда Республика сарайында өтуге ұсыныс болса, қалай не қыламыз? Егер нақты ұсыныс болып, шынымен де ойнауға не болатын болса, мүмкіндік болатын болса, біз в принципе дайындалып шығамыз, болады ойнауға. Осы соңғы ойынды сборный состав ойнадыңыздар ғой, сборный болып. Сол кезде қалай, былай, формада ма екенсіздер? Енді ол формада емес па, енді білмеймін, бірақ біздің ең басты сағынышымыз, сол жерге келуіміз, бірақ арада 5-6 жыл болды ойнамаған жігіттер бар, сахнаға шықпаған жігіттер бар. Бір жақсы ойын болды негізі. Оны енді шығады енді. Айтпақшы, сіздің жеке концертіңіз туралы. Осы туралы айтып, жарнамасы жүрсеңізші. Құдай қаласа, 9 мартта өнер орталығы Қызылорда қаласында өнер орталығында біздің әзіл-кеш концертім болады. Бұл жерде командовый концерт. Жалпы жеке өзім емес, енді бұл жерде. Жеке болғанда қалай енді? Жеке де қоя береді ғой. Планға қоя береді ғой адам. Сонда команда болу керек қой қасында. Болды, братан. Көргеніңізге қуаныштымыз. Баршаңыз шақырып. Қыздарға маңызды тек ренжімейін. Алтында дым болмасы ренжімейін. Ал мен болсам тазадан қанжымайын. Нақша деп біраз даже қанжымайын. Қыздарға маңызды тек ренжімейін. Алтында дым болмасы ренжімейін.
ал мен болсам таза тыншыққан жүрмейін ақша деп біраз дажыққан жүрмейін Money, 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 marijuana kumar етті мен танымайм деп кумай менің маймыл жарама бәрібір саған біздің вайп найманамай ме Ал достар, міне мына жақта біздің Есен ағаларымыз, құрметті де қадірлі редактор ағаларымыз командаларға, лигаларға бөліп, Алматы Суперлига, Түркістан ұлттық лига, Астана қаласындағы өтетін жоғарғы лига жайдарман топқа сертификаттарды табыс етіп жатыр. Ал біз осымен аяқтаймыз. Сіздерге қош сау болыңыздар деп айтпаймыз. Келесі күнделікте кездескенше дейміз. Жайдарманымыздың бас серіктесі Freedom Ticketonға алғысымызды білдіреміз достар. 12-нен 15 аралығында осы Freedom Ticketonнан киноға, театрға, спорттық ойындарға билет сатып ала аласыздар. Бір билет алсаңыздар, екінші билет тегін. Мынандай мүмкіндік бұрын соңды болмаған достар. Жайдарманның жайдарлы күндерінде кездескенше достар. Рахмет.